Мен Асырлыбек Бекбата, заманауи өнер суретшісімін. Ол идея негізі әуелде пайда болған дүние. Біріншіден мен қалаға алғаш келгенде осындай пәтерге кіріп, ішкі құрылымын көрген кезде кішкене маған бір шоктық жағдай болған. Себебі біз енді ауылда өскен балаға туалет пенен асхананың қатар жақын арада орналасуы бір сондай бір өте жабайы көрінген. Дегенмен де енді түсінемін, өркениет негізі кейбір мәдениеттерді жеп қояды. Сол өркениеттің арқасында еру арқылы сен өз болмысыңнан айырылуың мүмкін деген секілді. Мен пәтер күйінде көрсетіп және жұқа қабырғалар арқылы көрсетіп, сезім арқылы білдіргім келді. Біздің түсінігімізде айтыс ол фольклорлық дәстүрлі өнер секілді. Ал мен оған басқаша көзбен қарағым келеді. Себебі заманауи өнер бұл бізге еуропалық оптика арқылы беріледі. Яғни өнер былай болу керек, болмаса оның белгілі бір канондары бар. Сол канонға біз мүмкіндігінше сол адамдардың арқасынан еріп жүруге тырысамыз. Ал мен оған керісінше қарағым келеді. Әрбір мәдениеттің өзіндік болмысына жараса өнер болады. Ол өнердің формасы, былай айтқанда басқаша. Заманауи өнер деп есептеймін. Жолымыз басқа екен, яғни біздің болмысымыз басқа екен, біздің өздік, яғни автономдық, өзіміздің жеке болмысымызға жарасатын осындай өнер бар. Яғни біздің заманауи өнеріміз бұл айтыс. Біз оны тек қана үлкен сахналарда көріп, сосын дәстүрлі деп түсінеміз. Негізінде ол дәстүрлі емес. Себебі бұл айтыста бақыт мысалысын елегінен өтіп, ол әлі күнге шейін жалғасып келе жатыр. Оған себеп неде? Себеп оның актуалды тақырыптарды көтере алуында, болмаса саяси үрдістерді бет-пердесін аша алуында, әлеуметтік мәселелердің барлығын көтере алуында, яғни пікір айтудың осындай бір мәдени жолы. Сол үшін айтыс мен үшін өте сондай заманауи өнер деп есептеймін.